параллельно. Алматысы. Зумба кір. Амыр кетті ма жерде? Мына жерде бардыңыз, қол қойдыңыздар ма? Қатысушылар. Ау. Департамент Казанович. Онда анда төраға келмей жатыр. Форматы ол жеке или онлайн конференция байланыс арқылы жеке ғой, да? жеке деп жазасыз. Қазір төрағаны күтейік, төраға. Келсін. Астында тұрсыз ба? Қандай мәселелер olduğunu талқыланып? Қазір айтып сіздерге мына біздегі қосекі бар ғой. Қосекеде арнайы жоба жүріп жатыр ғой. Шекарадан. Сол бойынша осы біздегі тапсырыс беруші кәсіпкер жұмысшыларнасы және орындаушына не жаңағы Талырыс мекемесі жауапкершілігі шектеулі серіктестік сол менің проектін жасап жатыр жобаны. Енді екінші кезеңі басталып жатыр. Әлі толық біткен жоқ қой. Толықтай бізге қабылдауымызға берілген жоқ. Сол осыған байланысты бізде қоғамдық тыңдалым болады. Сол қоғамдық тыңдалымда қазір сіздерге мына кісілер сіздерге түсіндіріп өтеді жоба барысын, қалай сақталып жатыр, жалпы бұл енді өзіміздің мекемеміз кәсіпорынға қандай жақсы енді жақсарту мақсатында технологиялардың дұрыс жұмыс жасауы, ары қарай біздегі шығып жатқан қала ішіндегі шығып жатқан сайлаусыз. Ассалаумағалейкум. Кәріз жүйесіне келіп жатқан ағынды сулардың барлығын. Сіз акиматтансыз ба? Келіңіз мына төраға ретінде. Сол бойынша қазір түсіндіріледі, баяндалады. Сосын сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Осы екі бойынша түсіндіңіздер ғой, да? Қазір мына жерде Талырыс жауапкершілігі серіктестігінің қоғамдық тыңдалымды жүргізетін және экологы Эксан Астахов Қалатын Кемшоты Транеген қасында баяндамашы бар. Толықтай сіздерге қазір видео не бойынша түсіндіріп өтеді. Сіз төрағасыз ғой, иә? Төрехан түсіндіріп жүрші. Иә. Сөйлесіп қояды. Қазір жайлап өздерін таныстырып өтеді, сол бойынша тыңдайық.
Өзіңізді таныстырма сөзіңізді айтып, сіздің сөзіңіз. Қайырлы құрметті әріптестер, құрметті қоғамдық қатысушылар. Менің аты-жөнім Әділов Нұрбол Меңдіғарұлы, Ақтау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі сектор меңгерушісімін. Бүгін қоғамдық тыңдауды төрағасы ретінде ұсынамын. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Каспий жылу су арнасы коммуналдық мекемесінің 2026-2030 жылдарға арналған Маңғыстау облысы Кос-2 карьерді тазарту құрылысының екінші кезектің нысаны бойынша бірінші санатта экологиялық рұқсат алу үшін әзірленген жобалық құжаттары. Қоғамдық тыңдаудың регламентіне сәйкес жүргізу қоғамдық тыңдаулар жүргізу Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылы 3 тамыздағы бұйрығына сәйкес өткізіледі. Бүгін қоғамдық тыңдаудың хатшысын тағайындасақ. Хатшысы ретінде өзім ұсынамын. Есімім Асқар Ихсанов. Жобалаушы мекеменің қызметкері ретінде өзім ұсынамын. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Жоқ, ешкімде қарсылық болмаса қол көтерейік. Қарсылық жоқ. Қабылданды. Хатшы тағайындалды. Онда күні, уақыты Регламентін айтпай қойын. қысқаша айтсаңыз, регламентті бойынша түсінікті болса айтып жіберсеңіз. Так, өтетін күні, уақыты мына жерде. Күні, уақыты. Асқар. Онда қазір кіріспе сөзіне бастап, күн тәртібі бекіту баяндамашы. Біз екіпсіз бе? Баяндамашы. Аты-жөніңіз? Құлтаев Төреханға сөз кезегін берейін. Қазір құрылысын Қоғамдық тыңдаулар. Жалпы қоғамдық тыңдаулар өткізу Қазақстан Республикасының 96-шы бабына қағидаларына сәйкес өткізіледі. Мына қоғамдық тыңдаулардың не үшін өткізіледі? Қоғамдық тыңдаулар бірінші себепті мына жоба жасалғаннан кейін қоғамдық тыңдаулар өткізу халықтың алдынан міндет болып табылады. Яғни мына әр мекеме өзінің жұмысын бастағаннан кейін, мына жоба жасалғаннан кейін экологиялық рұқсат алынбаса, ол мекеме өзінің жұмысын тоқтатады. Сол үшін арнайы осындай қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес өткізу болып табылады. Қоғамдық тыңдаулар, яғни бүгінгі нысан номер 2-ші кәрізді тазарту құрылыстары КОС-2 кезегі нормативтер кезеңі, яғни 2026-30 жылдарды қамтиды. Тапсырыс беруші Каспий жылу су арнасы орындаушы мекеме толық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Талдыбыс болып табылады. Жалпы қоғамдық тыңдаулардың күн тәртібінде не қарастырылған? Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы кодексіне сәйкес 96-шы бапта негізделіп көзделген қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы, яғни мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру барысында қоғамдық тыңдаулар өткізу болып табылады екен. 2-ші қағидамызға сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізу 2021 жылғы 2 қаңтардағы кодекске сәйкес өткізіледі. Оның ішінде не көзделген? Қоғамдық тыңдауларды ашық жиналыс түрінде өткізу регламенті бекітіледі. Бірінші, қоғамдық тыңдауларды қатысушылар тіркеу, жаңа жоғарыда тіркелу өтті. Бізде келісілген уақытта қоғамдық тыңдауларды ашу, яғни бізде қоғамдық тыңдауды өткізу сағат 10:30-да белгіленген. Баяндамашының сөз сөйлеуі, сондай-ақ баяндамаларды талқылау, қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын қабылдау, көзделген қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару, соңында, яғни осы баяндамамыздың кезінде қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару болып табылады. Яғни бұның барлығы негіздемеге сәйкес Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес орындалады екен. Нысан туралы жалпы мәліметтерге көшейік. Нысан 2 кәріздік тазарту құрылыстары КОС-2 Ақтау қаласында 2026 жылдан бастап 2-ші кезекті 40 мың метр куб тәулікті қамтитын пайдалану жоспарланып отыр екен. Яғни бірінші кезекте 30 мың метр кубты қамтып тоқтатылған болатын. Мақсаты, яғни шаруашылық тұрмыстық ағын суларды қабылдау және тазарту болып табылады. Тазартылған және залалсыздандырылған ағын суларды бұру, қалдық жинақтағыш буландырғыштарына бағытталған болып табылады. Өндірістік алаң, яғни бірінші шығарылым КОС-2 екінші кезекте болып табылады. Негізгі тазарту кезеңдері мына жоғарыда көрулеріңізге болады. Тазарту кезеңдері қабылдау камерасынан өтеді, торларға, одан кейін күн ұстағыштарға,
одан аэротенктерге, одан кейінгі бізде процесс екінші тұндырғыштарға өтеді. Одан әрі бізде тазарту натрий гипохлоридермен залалсыздандыру өтеді, тазартылған суды жинақтау, одан кейін бізде биологиялық туғандарда қосымша тазарту жұмыстары жүргізілетін болады. Тұнба тығыздалып, декантерлерге су сыздандырылады. Торланған алынған қалдықтар контейнерлерге уақытша жиналып, шығаруға берілетін болады. Келесі бізде көзделетін мәселеміз экологиялық рұқсат алудың мақсаты. Рұқсат не үшін сұралады? Жобалық құжаттама 2026-30 жылдарға кезеңе атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары бойынша экологиялық рұқсат алу мақсатында Каспий жылу су арнасының КОС-2 үшін әзірленеді. Номер 2 кәріздік тазарту құрылыстары КОС-2-міз, яғни 2 кезектен тұрады. Біріншісі, ол қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған бірінші кезеңділігімен тәулігіне 30.000 метр кубты қамтиды. 2026 жылдан бастап оның тәулігіне 40.000 метрге дейін, яғни екінші кезекте пайдалануға көшу жоспарланып отыр. Бірінші кезектің жұмысы, яғни тоқтатылған. Сұратылып отырған нормативтер мен мерзімдері 2021 жылға, яғни мына жоғарыда көрсетілген приказ бойынша мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысының негізінде қабылданған болатын. Материалдар жиынтығы мынарды қамтиды, яғни ШРШ жобасының ішінде ағын сулар мен ластаушы заттардың төгінділерін, қалдықтарды басқару бағдарламасы, қалдықтарды жинау лимиттері, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын қамтиды. Объектінің орналасқан ахуалды карта схемасы мына жерден көруімізге болады екен. Яғни КОС-2-нің және Қошқарата қалдық жинағыштарының орналасқан, яғни Ақтау қаласы, Маңғыстау облысында орналасқан болып табылады. Келесі, яғни бізде өндіріс орны болғаннан кейін атмосфераға шығарындылар көздері шығарылатын болады. Шығарындылар көздерін есепке алатын болсақ, оларда ұйымдастырылған және технологиялық деп бөлеміз. Мына жерде көрініп отырғандағыдай, біріншісі дәнекерлеу жұмыстары, газбен кесу жұмыстары, бояу жұмыстары, торлау ғимараттары, құм ұстағыштар, тарату камерасы көзделген. Сондай-ақ мына жерде екінші кестемізде аэротенктер, тарату камерасы, екінші тұндырғыштар, тұнба сорғы станциясы және тағы да басқа жұмыстарды қамтиды. Яғни нысан бойынша ластаушы заттардың жиынтық жалпы шығарындыларын есептік мөлшермен есептейтін болсақ, 0,99 тонна жылды құрайды екен. Келесіміз атмосфераға ластаушы заттардың құрамы. Жоғарыда айтып өткендегідей, ластаушы заттар атмосфераға бізде көзделген екен. Ластаушы заттардың лимиттері, соның ішінде біздерде марганецтің оның қосылыстары көрсетілген: азот диоксиді, аммиак, күкіртсутек, көміртек оксиді және де өзге компоненттерді осы кестемізден көруге болады. Мына бірінші жерде көрсетілген тазартуды есепке отырып есептелген шығарынды жоспарлары, тазартудан кейінгі есептелген шығарындыларды екінші бағанамыздан көруге болады. Қалдықтардың түрлері, кодтарды жинақтау лимиттері әрбір өндіріс орны болғаннан кейін, яғни бізде қалдықтардың түрлері түзеледі. Оларда атап өтетін болсақ, қалдықтың түрлері: кәріздік ағын сулардың механикалық тазалау қалдықтарынан бөлінген қалдықтар, құм ұстағыштардан шыққан шөгінді, сусыздандырылған тұнба, сынап құрамды шамдар, қатты тұрмыстық қалдықтарды атап өтуімізге болады. Бірінші бағанамызда, яғни қалдықтың коды, екіншісі жинақтау лимиттері көрсетілген болып табылады. Ағын сулардың төгінділері, негізгі нормативтері, яғни әрбір суды пайдаланған мекемеде осындай ағын сулардың төгінділері қарастырылады. Мына кестемізде көрсетілген көрсеткіштің атаулары, яғни оның ішінде азот, аммоний, нитрит, фтор, сондай-ақ хлорид, сульфат және өзге де компоненттерді осы кестемізден көруге болады. Мына жердегі олардың арнайы лимиттері, шығарындылары, тастандылары осы кестемізде көрсетілген. Әсерді азайту жөніндегі іс-шаралар және қорытындылары туралы айтатын болсақ, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарына көшейік. Онда 2026-30 жылдарға не бағытталған: шаң басатын материалдармен жұмыс істеу кезіндегі шаң басу жұмыстары, тазалау жабдықтарын қолдану, аккредиттелген зертхананы тарта отырып қоршаған орта компоненттерінің мониторингі қарастырылған, аумақты көгалдандыру, ағаштарды отырғызу және
күту қарастырылған шарт бойынша қалдықтарды уақытылы шығару, персоналды экологиялық оқыту осы іс-шараларымызды қамтиды. Осымен бізде қоғамдық тыңдауымыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Мына КОС 2 бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жаңа жоғарыда атап өттім ғой, әрбір мекеме болғаннан кейін арнайы осындай қоғамдық тыңдау өткізіледі, жоба жасалғаннан кейін, яғни осы не болмаса, арнайы экологиялық қағаздар болмаса, яғни әрбір мекеме өзінің жұмысын тоқтатып, былайша айтқанда рұқсат бермейді экология департаменті, сол үшін мына қоғамдық тыңдау өтіп отыр. Қандай да бір сұрақтар және ұсыныстар болса, жалпы жоба бойынша өз ойларыңызды айтуға болады. Аты жөніңіз кім? Айтып өтсеңіз. Есім Адайбек бар. Фамилия? Оспанов. Оспан. Яғни КОС 2 бойынша енді болжам бойынша жұмыстар қашан бітеді жатыр екінші кезең? Не ол? Көрсетілген жұмыстар. Біздің бе? Жоба бойынша бітейін деп жатқан ма? Мерзімі біздерде жоспар бойынша, яғни майда біту керек, мына жоспарымыз. Осы жылы майда. Осы жылы жобамыз бітеді. Тағы да сұрақтар? Басқа сұрақтарыңыз болса, жобалаушы мекемеге. Аты жөніңіз? Қосқұлақ. Қосқұлақ Нұрбол. Не тема дейсіз? Жаңағы жобалар жасалғаннан кейін қалаға қарай шығатын иістер тоқтай ма деген. Енді былай айтса өтейін, әрбір мекеме болғаннан кейін ол залалды иіс ол болады міндетті түрде. Яғни оның мына тазарту жұмыстар жасалады ғой, арнайы дейтін аэротенктер барлығы қолданғаннан кейін, егер бүкіл процесс қамтитын болса, өзінің залалды әсерін бұрындарда иіс болмайды. Бірақ ол зелені ситуация, яғни иісті жоққа шығаруға да болмайды, ол болады өзінің аз мөлшерде болса да иісін Азайту үшін технологиялар технологиялар қолданылу керек, осы жобада бізде қарастырылған, яғни дейтін. Қаншалықты пайыз, неше пайыз мысалы? Не ол? Мысалы қазіргі иіс шығады ғой. 100% деп алайық, кез келген нәрсе көңіліміз. Айсымыз кім? 100% Нұрлан есім, Досқалиев. Досқалиев. 100% мысалы деп көңіліміз толса, 100% көңіл толып айтамыз. Бізде қазір КОС 2-де бүткіл қалаға, тұрғындарға 100% ескертіп болады ма? Енді жаңағы өздеріңіздің жасаған, жоспарлап жатқан жұмыстарыңыз арқылы сол иісі қаншалықты пайыз кетіре аламыз деп ойлайсыз? Мысалы 30% кетіре аламыз, 15% кетіреміз, болмаса 90% шығып, 10% ғана жоқ болады деген сияқты. Нағыз есептегіш мөлшерлеме бар ма? Нағыз есептегіш дегеніміз ол өндіріс орнынан финансирование болса, яғни мына егер барлық қамтылған жобада қамтылған заттардың барлығы орындалатын болса, ол 50-60%-ға дейін иісті залалды әсерді кетіруге қамтылған болса дейсіз, онда бұл жерде қамтылмаған ба қазір сіздің баяндамаңызда? Осы технология бойынша қамтылған болса, қаражат бөлінген болса деп сіз бұл жерде сұрақ белгісі салып сөйлеп тұрсыз да, нақты қарастырылған ба, қарастырылмаған ба? Жобада бар ма, жоқ па? Жобада бізде қарастырылған. Бөлінбеген ба сонда? Ақша бөлінбеген дегенде біздер өндіріс орнына жауап бермейміз ғой. Просто осындай орны, мына су арнасының тарапынан егер финансирование болса, барлығы жоба бойынша жасалатын болса, мына залалсыздандыру КОС 2-ге арнайы дейтін. Біздерде практика жүзінде атап өтейін, біздерде мына Павлодарда арнайы осындай КОС-тарға жұмыстар жасалып жатыр, миллиардтаған ақша бөлініп жатыр, залалды әсерлерді өз орнына алып жатыр да, яғни мына иіс ол бүкіл мекеме болғаннан кейін көне мекеме ол СССР-дан қалған мекемелері өздеріңіз білесіздер, соны арнайы қазір дейтін мына экология комитетінен бақылау жұмыстары болып жатыр, осылай КОС-тарға арнайы бақылау жұмыстары көзделіп жатыр, осы бойынша жоба бойынша қадағаланып жатыр. Енді ұзынбұлақтан естиміз ғой, басқа мысалы шетелдік мекеме компаниялар мысалы осы Қошқарата жаңағы КОС 2-ге қарай көзін тігіп, алғысы келіп, сосын рұқсатын алып, бүткіл кепілдігін беріп, уәдесін беріп, біз иісті жоқ қыламыз, барлығын кәдімгі халық үшін жасаймыз деп ниеттеніп жатыр да. Сондай ұсыныстар әр жерде тарайды енді. Себебі халық тұратын болғаннан кейін таза ауызғысы келеді, өздерінің жаңағы үйінде ұйқыдан таңертең тұрған кезде таза ауызғысы келеді деген сияқты ма ғой. Сосын сондай дәрежеге жете алмаймыз ба, сондай алпауыт басқа сырттан келген мекемелердің жасайтын біздің өзіміз жасай алмай ма деген сұрақ туындайды да. Сол жасай аламыз ба, ондай қарастырылған жоқ па деймін да. Экология
былай ғой, бұл мекемелер бізге рұқсат алып береді, лицензиясы бар мекемелер. А біз технологияны өзіміз жасаймыз. Берілген Сіздер жауап бересіздер. Біздер жауап береміз. Технология, берілген технология дұрыс жұмыс жасап тұрса, этабымен механический, биологический, артистский жасап тұрса, жаңа иіс 60-70%-ке азаяды мысалы. А бұлар 100% енді инвестор жалдау керек ол үшін, тазалау керек. Любой химический ингредиенттер қабылдау керек та ол үшін. А бұлар проект жасап береді, экологический. Өзіміз жасай алмаймыз, себебі лицензия жоқ бізге. Рұқсат қағаз алып береді бұлар госорганнан. Соны сұрап отырғаны ғой. Ол иіс, жалпы ол иіс деген Қос-екіден келіп жатқан нақты не жоқ қой? Сіз барып тұрғаныңыз ба сол жақта? Жоқ, мен сол жерде тұрамын, сол жерде тұрамын, ол белгілі бір сағат уақыт аралығында шығады. Қос-екіден шығатын иіс болатын болса, жоқ, мен айтайыншы, мен сол жерде жақын жерде тұратындықтан, ол жерден иіс, сол жерден шығатын болса, онда 24-те 7 иіс күні бойы келіп тұру керек. А ол белгілі бір уақытта шығады ол иіс аралық сағат 9-дың, кешкі сағат 9-дың шамасында. Ол нақты Қос-екінің иісі деп айта алмаймыз ғой. Мысалы біздер енді ар жағында Ақшұқырға барамыз, қайтып келеміз, Сайынға барамыз, қайтып келеміз ғой. Шыққан сайын жерлерде кәдімгі иіс шығып жатады, кірген сайын жүргізеді. Енді деген сияқты. қалаға келетін иіс Қос-екінің нақты иісі емес. Жоқ, нақты мен Қос-екі деп айтқан жоқпын. Қошқарата көлі деп айтамыз, сол жаңағы Қос-екінің иісі деп айтамыз. Жалпы сол уақыттан шығады ғой. Сіздің айтып жатқан иіс бар ғой, Ақшұқырға кетіп жатқан ол Қостың иісі. А мына қалаға келетін иіс бар, түсініксіз иіс бар. Иә, ол белгілі бір уақытта шығады, уақыт аралығында. Ол басқа иіс. Оны білем бе, ол басқа, ол белгілі уақытта шығады, ол басқа иіс. Иә. Ол басқа иіс. Сондықтан бұл қалаға Қос-екінің иісі келіп жатыр деген ол нақты ақпарат емес. Просто жай ғана жаңағы айтқан халықтың несі. Біздің Қошқарата көлінде жаңағы декультивация жүріп жатыр ғой, солардың да әсері бар ол жерде. Жоқ, бізде басқа да қамыс егіп жатыр ғой, басқа да істеп жатқан жоқ. Одан бір қазып Қос-екі деп біз нақты айта алмаймыз. Қос-екіден шығатын иіс деп біз нақты 100% айта алмаймыз. Себебі басқа да бізде айналамызда жүріп жатқан өндірістік мекемелер бар ғой. Ол жерде де химиялық арнайы иістер шығып жатыр. Енді соны нақты не негізге біле алмаймыз сонда. Енді бұл жерде ол туралы емес, қазіргі мәселе Қос-екідегі технологиялардың, жабдықтардың жаңарту және осы не бойынша рұқсат алуы негізгі мәселе. Сол бойынша сұрақ қойсаңыздар. Жоқ, просто сол иісті шығарады десек, Қос-екіге қатысты жоқ шығар. Анарбек. Жаңағы мен айтып тұрған шетелдік компаниялар осы иісті анықтап, тауып, шығармайтын жасаймыз деп ұсыныс берген да, содан бас тартқан жоғарыдағы ағаларымыз. 100% кетпейді ол иіс. Просто ол жерде мен өзім әке шешем тұрады, бауырларымыз тұрады, басқа да осы Ақтаудың тұрғындары тұрады. Сол үшін ойлаймыз да енді. Себебі болашақта бала-шаға өсіп келе жатыр. Әлде де туылады, Алла бұйыртса. Солардың таза ауа жұтып бір өмір жасы ұзақ болғанын тілейміз ғой. Қай-қайсысына. Бірақ енді бұл Қос-екіге енді бұл жердегі арнайы жоба болып жүргізіп жатқаннан кейінгі рұқсат алу үшін ғана жасалып жатқан жұмыстар, бірақ бұл иіске енді қатысы жоқ. Ол иісті енді нақты бір немен арнайы тексерістермен басқа мекемелерді де басқа өндірістік аймақтарды тексеру арқылы, иә, Қос-екіден көреді. Негізі бұл қазір Қос-екі деп нақты айта алмаймыз. Сол бәрі Қос-екіден көреді, ауыз-екі тіл айтқанда, жалпылама айтқанда Қос-екіден көреді. Басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Қос-екіге қатысты, осы жобаға қатысты біз бұл жерде рұқсат алғымыз келіп отыр ғой, жаңағы осы жүріп жатқан жұмыстар бойынша. Соған қатысты сұрақтар болды. Мына жоба Қос-екі бойынша ғой? Иә. Онда қорытындылайық онда, төраға мырза. Қоғамдық тыңдау бойынша басқа сұрақ болмаса, қоғамдық тыңдауды аяғына өтті деп есептейміз. Қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймыз. Рахмет. Онлайн сұрақ жоқ. Онлайн кім бар ол жерде, экология ма?